Сәлем қыздар, апайлар, сіңлілер, арнама қош келдіңіздер. Егер де сіздер менің арнама алғашқы келіп тұрсаңыздар, менің есімім Шолпан болады. Алдыңғы шығарылымды көрген болсаңыздар, менің интернет магазиннен тапсырыс берген жіптерім туралы айтқан болатынмын. Сіздерге алдында мұқият болыңыздар, естеріңізде болсын. Антипилинг деген жазу болатын болса, тоқығаннан кейін киімге ешқандай катышка болмайды. Мысалы, біздер аламыз ғой, киімдерді алғаннан кейін бұдырлар болып, оны біз машинкамен кетіреміз да, неше түрлі қиналамыз да, катышка болып қалады, бұдырлар болып қалады. Ал бұнда антипилинг деген жазу болса, онда ешқандай катышка болмайды деген сөз. Бұның құрамында 100 граммда 250 метр жіп, ұзындығы, түсі 71-де 403 түс. Және де бұған біздерге 3,5-да және 4-тік сыммен тоқу ұсынылады. Осындай қыздар, мінекей мені қызықтырғаны, жалпы мен мелан жіптермен алғашқы рет тоқып жүрген жоқпын. Мен бұрын Ресей жіптермен тоқып жүрдім, мелан жіпмен. Егер алдыңғы шығарылымдардың біреуінде болса, мен мелан жіпінен следей тоққан болатынмын, аяққа киетін. Содан соң мені қызықтырған мынадай суреттер болды. Содан соң мен алып, бұның суреттері қалай шығатынын қарадым, және де қарадым да, үлгі тоқып көрдім. Үлгі тоқу барысында мен бірінші жазылған ғой 3,5-дік және 4-тік сым деп. Мен 3,5-дік сыммен тоқып көрдім. Жалпы мен тоқыған уақытта бір адамдар болады, қатты тоқиды, бір адамдар жай бос тоқиды да, өте. Мен орташа тоқимын, бір жақсы. Содан соң мен тоқыдым. Тоққан уақытында маған 3,5-дік сым тығыздау болып көрінді. Содан соң мен оң тоқып көрдім. Ондай суреттер ондай шыға қойған жоқ. Және де бірде-бір резинка әдісімен тоқып көрдім. 2-де-2 резинка әдісімен тоқып көрдім. Бұлар менде мына жерге дейін 3,5-дік сыммен тоқығандарым. Одан соң мен 4-тік сыммен тоқып көрдім. Мына күріш әдісі 1-де-1. Мынау да күріш әдісінің екінші түрі. Маған 4-тік сыммен тоқыған. Менің есептерімі көрсетейін сіздерге. 89 жіппен бастадым. Бөлу әдісін сіздер білетін боларсыздар деп ойлаймын. Одан төмен қарай реглан әдісімен тоқыдым. Қараңыздаршы қыздар, қандай әдемі болып. Мына жерге дейінгі мойнынан қолтыққа дейінгі айырмашылық менде қазір 15 сантиметр болды. 15 сантиметр болды. Қазір мен бұны өлшеп қойдым. Сонымен қыздар, егер де сіздерге менің шығарылым ұнаса, лайк басыңыздар, арнама жазылыңыздар. Мынандай әдемілікті келесі шығарылымда көрсетпек. Сау болыңыздар. Пока-пока.